Жесірдің көз жасын арқалаған жан. Екінші бөлім. Базарды аралап болып тұрақ жайға жақындаған Алмат көлігіне отырып үйіне қарай аяңдады. Оның бар ойлағаны үйде ауру әбден қалжыратып тастаған анасы еді. Алмат сол кісіге ертерек жетуді ойлап көлігін орнынан қозғады да жүгіріп кетті. Ойланып келе жатқан оның ойына жаңа ғана өзіне соқтығысқан жасы елуді еңсерген жігіт ағасының аянышты халі, адам көргісіз түрі оралып кетті. Рөлде отырған Алмат даусын шығара күбірлеп, соларға не азап екен, қоқыс аралап. Егер өздерін ұстай білсе, жап-жақсы адам болатын кісілер ғой. Жания құрып немере сүйетін кездерінде қарашы, қоқыс аралап кеткендерін. Осыларды көргенде тәубеңе келіп-ақ қаласың, деп өзімен өзі сөйлеп қойды. Сөйлеп келе жатқан Алматтың ойын шыр ете қалған телефон шырылы бөліп жіберді. Тұтқаны құлағына тоса беріп еді, ар жақтан әлсіз ғана анасының үні естілді. Алматжан, келесің бе балам, менің мазам қашып тұрған секілді деді. Дірілдей шыққан анасының үнін естіген Алмат, қазір мама, міне бара жатырмын деді де, көлігін жаңағыдан да тезірек айдауға тырысып, зулап кете берді. Үлкен көк дарбазалы үйге көлігін кіргізген Алмат тез-тез басып анасы жатқан бөлмеге барды. Есіктен кірген ұлын көрген Гүлшаттың көздері жасаурап, даусы әлсірей шығып, келдің бе қарағым деді. Анасының үнемі мейірімге толы жүзіне күле қараған Алмат, келдім мама, жағдайыңыз қалай, жақсы ма, шаршамадыңыз ба деп бәйек болған ұлына қараған Гүлшат басын шайқады. Анасының жасқа толған жанарына қарап-ақ бар жағдайды айтпай-ақ ұққан Алмат үнсіз күрсіне берді. Қалай күрсінбесін, қалай ғана мұңаймасын. Көз алдыңда сені туған ана, сені өмірге алып келген қасиетті жан құлдырап бара жатса, қалай өкінбейсің? Оның үстіне анасы өзі үшін, жалғыз Алмат үшін бар ғұмырын арнады емес пе? Сен үшін өз бақытынан бас кешкен жанды қалай ғана ажалға қиясың? Қалай ғана? Осыны ойлағанда Алматтың езілген жүрегі езіліп, анасының орнына өзінің ауырғысы келіп кетеді. Барған сайын құлдырап жоқ болып, әлсіреп бара жатқан анасын көру ол үшін ауыр еді. Бірақ амал не? Тағдыр жаса бәріне де бас июге міндеттісің. Анасының әжімге толы жүзіне тағдыр сыйлаған азаптары көрініп тұратын бетіне қараған Алмат оның езіле жылап жатқанын байқады. Анасы көзінен аққан жасты тоқтата алмастан еңіреп жатыр еді. Оның жылаған жүздерін көрген Алмат, мама не болды саған? Неге сонша езілесің? Мам, сен жазыласың. Сенің дертіңді емдеуге болады. Мама, тек қана жыламашы. Жан анашым менің, тек жыламашы. Сен жыласаң мен не істеймін? Сен жазылуға тиістісің, мама. Сен өзің аңсаған немерені көресің. Сен өзіңнің өмір бойғы арманың болған немерені көресің ғой, мама, деген Алматтың да көздерінен мөлдір жас тамшылары ытқып шықты. Бірақ Алматтың жүрегі мына сөздер арқылы өзін, сондай-ақ анасын алдап жатқанын сезетін еді. Ауырып, емханаға түскен Гүлшатты біраз уақыт емдеген дәрігерлер оның ауруы жазылмайды, бауыры мен өкпесі іріп кеткен. Ол кісінің көп болса 1-2 айлық ғұмыры қалды. Сондықтан мұндай үмітсіз кісілерді емханада жатқыза алмаймыз деп шығарып жіберген еді. Бұл сөздерді Алмат анасына айтпаған. Бірақ жүрегі барлығында сезетін ана өзіне ажал оғының жақындап келе жатқанын ұлы сездірмесе де жақсы біледі. Анасының жасаураған жанарын көрген Алматтың есіне дәрігерлердің осы сөздері түскен еді. Бірақ әттең, енді бәрі де кеш. Егер дәл мұндай боларын білгенде баяғыда-ақ үйленген болатын еді. Баяғыда-ақ өзінің сүйіктісін анасының жанына келін етіп түсіріп берген-ақ болар еді. Баяғыда-ақ жас болғанына қарамастан анасына сүйікті немере сыйлайтын еді. Бірақ кеш болды ғой. Анасының жан дүниесін ауыр дерттің улағанын, кеш шықты емес пе бәрінде? Не деген өкінішті сезімдер, не деген азап. Еңіреп жатқан анасының қолдарын қысқан Алматқа басын бұрған анасы әлсіз даусын шығара, балам,
Ана сөреде тұрған кішкентай сандықты аш деді. Анасының ойлы көзіне қараған Алмат үнсіз орнынан тұрып сөреде тұрған сандықты жерге алды. Гүлшаттың айтуымен оның қақпағын ашты. Осы кезде анасы басын әрең көтеріп, сандық ішінен ораулы түйіншекті қолына алды. Оны діріл қаққан қолдарымен аша бастады. Жұмбақ сандыққа тесіле қараған Алмат осынау сандықтың ішінде әлдебір сыр жатқанын, өзі сезбеген құпия бар екенін сезді. Ораулы орамалдың ішінен ескіріп құрып кетуге айналған суретті алып шықты да оны Алматтың қолына берді. Қолына анасы ұстатқан суретке тесіле қараған ол сарғайып күйеуге айналған суреттен кіп-кішкентай қос ұлды көрді. Иә, әлі қырқынан да шықпаған екі бала бір-бірінен аумайды. Ұқсастықтары да сонша, бір қараған адам ажырата да алмайды. Суретке тесіле қараған Алмат жылап отырған анасының бетіне қарады. Гүлшат өзіне сұраулы жүзбен көз тастаған ұлына суреттегі екі сәбидің бірінің маңдайындағы қалың көрсетті. Алмат сонда барып таныды. Мына маңдайында қалы бар сәбидің өзі екенін, иә, тап өзінің маңдайындағы қал мына жерде де анық байқалып қалыпты. Суреттегі екі сәбиді бір-бірінен осы қалы арқылы ғана ажыратуға болатын еді. Ал өзге жерлеріндегі ұқсастық екеуінің егіз екенін анық білдіріп тұр. Қолдары дір ете қалған Алмат анасына қарап, мынау менің сыңарым ба деп қатты айтып жіберді. Төменге қарап отырған Гүлшат үнсіз ғана басын изей берді. Өзінің сыңарының бар екенін Алмат осы кезге дейін білмепті. Иә, өзінің егіздің сыңары екеніне тіпті сенгісі де келетін емес. Бірақ мына сарғайған сурет сендіріп-ақ тұр. Әлсіреп жатқан анасына қараған Алмат, ол қазір қайда? Не шетінеп кеткен бе деді. Бұл сұраққа Гүлшат басын шайқады да, жоқ, ол шетінеп кетпеген деп жылап жіберді. Түкке түсінбеген Алмат, онда ол қазір қайда? Неге бізбенен бірге емес? Қайда ол деп дірілдеп кетті. Осы сұрақты қойғанда енді өзіне келген Гүлшат тағы да жылап жіберді. Біразға дейін көз жасын тия алмаған ол су алып келші деп Алматтың бетіне қарады. Ол бейне ертегідегі қиял ғажайыпқа таң қалған жандарша үнсіз отыр. Анасының су сұрағанына селк ете қалып асханаға қарай кетті. Суды ішіп алып қатты күрсінген Гүлшат, балам, мен бүгін саған бір құпияның бетін ашып бергелі отырмын. Иә, саған мұны жылдар бойы айтпағаным үшін кінәлімін. Бірақ кез келген нәрсенің өз орны бар. Иә, кез келген жұмбақтың да бір шешімінің болары хақ. Бірақ оның шешілетін күнін таңдай білсең, шала шешілуі мүмкін. Соны ұмытпа, өмір өзінің осынау жұмбағымен қызық деді де сәл ойланып сөйлеп кетті.